Сұрқия. Бірінші бөлім. Қайрат Алмагүлдің жалғыз ұлы. Әкесіз өсіп жатқаны болмаса, Қайраттың ішіп-жемі тоқ, киімі көк, уайымсыз перзент. Алмагүл жалғыз ұлы үшін тауға да шауып, сайға да шауып, дамылсыз жұмыс жасайды. Өзі тұрмысқа шыққан соң көп ұзамай-ақ ажырасып кетті. Аға дорбасын арқалап төркініне келгенінде ішінде Қайраттың бар екенін білмеген. Қайраттың әкесі Алмагүлді мектеп бітіру кешінен соң алып қашып келін етіп түсірді. Өзінен 6 жас үлкен жігіттің өткен шағын білмейтін Алмагүл өзін де алғаш көруі еді. Әу бастан-ақ өмірі Алмагүлді аяусыз сабап келеді. Ата-анасынан ерте айырылған қыз 7 классқа дейін детдомда өсті. Кейін бір отбасы асырап алған болатын. 3 ұлдан кейін перзент сүймеген, жасы егде тартқан ерлі-зайыптылар Алмагүлді қызындай көрді. Бар тәттісін аузына тосып, көйлек атауының түр-түрін әперіп, әбден бауырларына басқан. 2 жылдан соң асыранды ата-аналары бірінің артынан бірі дүние салады. Соры 5 елі болған Алмагүл 9 классында тағы да жетім қалады. 3 ағасы туған бауыры болмаса да, жағаларын кірлетпей, үйді мұнтаздай етіп, сабағын оқуға да үлгеретін. Араға 1 жыл салып, ата-аналарының жылдық асынан соң үлкен ағасы келін түсіреді. Алмагүл қуанып жүр. Келін болып түскен жеңгесі анасындай болар деген үміті бар еді. Әттең-ай. Жеңгесі Жәмила нағыз жалқау, жатып ішердің өзі болып шықты. Алмагүлді құлындай көріп, таңның атысы, күннің батысы, қу тіршіліктің бел ортасына батырып қоятын. Барар жері, басар тауы жоқ бойжеткен іштей ызаланып, тілін тістеп, дыбысын шығармастан талай күндер жастығын шылқытып жылаушы еді. Уақыт зымырап, мектеп бітіретін кезі де келді. Мектеп бітіру кешіне киетін көйлегін құрбыларының аналары ақша жинап әперген еді. Үстіндегі ақ көйлектен әппақ реңі одан сайын ашылып, бал-бұл жайнап, сұлу қыздың ажарын алыстан мен мұндалатты. Қайраттың әкесі де бір көргеннен ғашық болып, андып жүріп алып қашқан еді. Сыныптастарымен таңды қарсы алуға барамыз деп, қайтар жолда үйіне емес, арғы беттегі ауылдың келіні болып шыға келген Алмагүл ақ орамалдың астында еңіреп отыр. Көптеген әжейлердің арасынан алға шығып, маңдайын иіскеп, бетін сүйген апа өз үйіне қош келдің құлыным. Алла қаласа енен емес, анан болам деген сөзіне елжіреген қыз күйеуінің кім екенін білмесе де келісімін беріп қала берді. Басына орамал таққызған соң күйеу жігіт те келіп танысты. Таксист ағай деп жүрген жігіт бір сәтте күйеуі болып шыға келді. Өзінен 6 жас үлкен болса да, ажарын жоғалтпаған сабыр Алмагүл бойжеткеннің көзіне жылы көрінді. Осылайша Алмагүл 18-ге келмей жатып келін атанды. Арада 2 жыл уақыт өтсе де, Алмагүлдің аяғы ауырлай қоймады. Осы аралықта тәуіп, балгер, дәрігерлердің табалдырығын тоздырған енесі Алмагүлдің құрсақ көтеруін армандап жүргенде өмірден өтіп кетті. Күйеуі де жаман жігіт емес еді. Анасынан айырылған бір сәтте күйзеліске түсіп кетті. Бұл үйге қайғы орнаған кезде Сабырдың бірінші әйелінің айы онынан туды. Уақытында енесімен басы сыйыспаған әйел қызды болған соң күйеуін алып қалаға бөлек шығып кетіп еді. Табиғатынан момын Сабыр бірінші әйелін 4 баласымен алған еді. 5 баламен қалада пәтер жалдап тұру қиын болды. Сабыр ауылға қайтуға ұсыныс тастағанда, әйелі үзілді-кесілді қарсы болып, күйеуін қуып шыққан болатын. Араға 5 жыл салып, Сабыр 2-ші рет Алмагүлмен некелесті. Кезінде өзін жақтырмаған енесінің өмірден өткенін естіген әккі әйелі араға адам салып, Сабырды қайта айналдыра бастады. Анасынан айырылғаны бар, перзенті бола алмай жүргені бар. Сабырдың жүйкесі жұқарып жүргенде қызын тықпыштап, күйеуін қалаға қайтарып алды. Енесінің 40 өтпей жатып, күйеуі баяғы әйеліне кетіп қалған соң Алмагүл де төркініне келді. Бұл жолы ол жалғыз келмепті. Ішінде
2 айлық Қайратжан бар екен. Төркініне келген соң тұрмастан жатып қалған келіншек өзінің беймаза күйінің себебін білмеді. Күйеуінің тастап кеткеніне налығаннан болар деп ойлайды. Азаннан кешке дейін бір бөлмеден шықпай жатқан қайынсіңлісін жеңгесі де жақтырар емес. Бөлмесінің сыртынан тарсылдатып, олай бір, бұлай бір өтіп, бір апта жүреді. Ақырында күйеуіне өзіміздің 3 баламыз аздай, жатып шер жетімекті асырауымыз керек па? Бір тиын пайдасы жоқ. Бір тиын пайдасы жоқ адамның не керегі бар? Жатырғасын емес, құрсын анау, көзіме күйік болмай, деп дауысын шығарып, айқайға салып естіртті. Онсыз да хал жағдайы мүшкіл қыз жеңгесінің бұл сөзінен кейін одан сайын күйзеліп кетті. Ағасы байғұс, момын ғой, қарындасына қалай айтарын білмей жүргенін Алмагүл де сезіп жүр. Ертесіне заттарын жиып ағасының қасына келді. Аға, жол жүрем, қалаға барам, жұмыс жасайын, өз күнімді өзім көрейін, деді әлсірей. Алмаш, жеңгенді білесің ғой, оның сөзін көңіліне алма, тұра бер үйде, деді ағасы мыңқылдай. Жоқ аға, кеткенім дұрыс. Онда саған аздаған ақша берейін. Тек жеңген көріп қоймасын. Әдепкі уақытта жетіп қалар. Міндетті түрде телефон ал, қиналсан хабарласып тұр, деп 200 мың теңге ақша берді. Ағасымен қоштасып дорбасын арқалап, алдымен ата-анасының бейітіне барып, ұзақ жылады. Іштегі шерін тарқатып, оларды қалай сағынғанын айтып, егіліп біраз отырды. Күн бата, соңғы автобусқа үлгеріп, қалаға жол тартты. 2 сағат дегенде жүйрік автобус қалаға кіріп келді. Әрі қарай қайда барарын білмей сапаржайда ұзақ отырды. Қарны ашқанын сезіп, тіске басар алу үшін жақын жердегі дүкенге барды. Сөредегі жалға пәтер беріледі дегенді көзі шалып қалып, сол дүкен иесінен сұрастырып, бір бөлмелі пәтерді бір тәулікке жалға алды. Біраздан бері жөндеу жұмыстарын көрмеген пәтер екені білініп тұр. Кіргеннен жағымсыз иістен оқысып, жүрегі айнып, мазасызданып, амалсыз қонып шығуына тура келді. Ертесімен ерте тұрып, жақын қаланы аралап, алдымен телефон алды. Түстеніп алып, жұмыс іздеуге де кірісті. Жолы болғанда, сол асхананың терезесінен ыдыс жуушы керек дегенді көріп, жұмысқа орналасты. Ұзақ мерзімге пәтер алып, көңілі бір басылғандай болды. Дегенмен, беймаза күйі дамыл берер емес. Әр ойдың жетегінде қалғып, көзі ұйқыға кетті. Ертесіне ерте тұрып, жұмысына асықты. Өзімен шамалас қыз-жігіттермен бірге жұмыс жасап жүргеніне қуанып жүр. Қағытпа әзілдері жарасымын тауып, тез достасып үлгерді. Әсіресе тараздық Әсел есімді қыз ерекше ықыласын көрсетіп, Алмагүлмен құрбы болып жүр. Осы Әсел болмағанда, Алмагүл аяғы ауыр екенін тағы 2 ай білмей жүрер ма? Кім білсін? Алмагүлдің қайта-қайта жүрегі айнып жүргенін байқаған Әсел, Алма, осы сенің аяғын ауыр емес пе? Деді. Аспаннан жай түсіргенде, қайдағын айтпашы, қатырасың сенде, деп ыдысын жуып тұра берген Алмагүл, шын мәнісінде жүктіліктің алғашқы белгілерінің қандай болатынын да білмейді. Алма, сен точно екіқабатсың. Давай, жұмыстан кейін УЗИ-ге түсейік, деп Әсел қақылдап қоймаған соң, Алмагүл еріксіз келісті. Жұмыс уақыты кешкі 6-ға дейін еді. Жұмыстан шыққаннан кейін қолтықтасып алып УЗИ-ге түсіретін жеке клиникаға келді. Алмагүлдің жүрегі аузынан шығып кетердей соғып тұр. Дәрігер, құттықтаймын, сіздің аяғыңыз ауыр, 18 апта. Алла қаласа дені сау, ұл балапанның анасы боласыз, дегенде 2 көзінен парылдаған жасты тыя алмады. Не қуанарын, не мұңаярын білмей, бар ойы күйеуіне қалай хабар беру еді. Жалғасы бар.